Әжелеріміз табалдырыққа баспа деуші еді. Бірақ неге әжелеріміздің өзі түсіндірмейтін еді. Мифологияда, мәдениеттануда көптеген халықтарға табалдырыққа байланысты көптеген ырымдар бар. Мынандай отырықшы халықтар кей кезде ғимарациялардың алдында оның табалдырық жағына құрбандық шалып, сол жерге құрбандық көміп тастайтын еді. Тағы да сондай. Соның үшін табалдырық екі дүниені бөледі. Өз дүниеміз, үйдің іші, және сыртқы дүниені бөледі. Қазақта табалдырықтың өзінің бір жаны бар, рухы бар деген ұғым болды. Оны қорлауға болмайды, басуға болмайды, отыруға болмайды. Этнографияда қазақтар кейбір ырымдар жасағанда, әсіресе ақотау тіккенде жастарға, жаңадан үйленген жастарға табалдырыққа сарымай жағатын сондай ырымдар жасады. Біз мынау кітабымызда біздің балалар табалдырықтан жолға шығады. Табалдырық портал сияқты. Басқа дүниелерге сол табалдырыққа тұрып аттанады.